Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Еркош. Бүгінгі видеода бомж өмірінің 4-ші бөлімін түсіретін боламын. Алдыңғы 3-ші бөлімінде мен семья ашқан болатынмын, Ханов Empire деп білетін шығарсыңдар. И дәл қазір осы видеода мен ол семьяны дамытатын боламын, яғни семьяға дом және де жаңадан автокөліктер алатын боламын. Видео өте қызықты болып шықты, сондықтан видеоны до конца қарап, осы видеоға лайктарыңды басып отырыңдар. Ал мен көпсілмей видеоны бастаймын. Короче, достар, мен семьяға ең бірінші автокөлікті алатын боламын. Ол әрине Grand Cherokee деген машина, 450 мыңға. Қазір сол Cherokee-ді алатын боламыз, джип түрін. Сол захватқа да барғанда да ыңғайлы, 4 есікті және де джип EPP жүре бересің, кайф. Сондықтан қазір соны алатын боламыз. Так, осы Cherokee біз семьяның түсі көк түсті болғаннан мен осы голубой түсті көлікті алатын боламын. Оппана. Так, осыны аламыз, голубой цветті. И 8 штука бар екен, давайте алайық 450 мыңға. Так, приобрести и далее. Все, бізде слот жоқ екен ғой айтпақшы. И дәл қазір мен семьяға квартира алатын боламын. Слот үшін менде бір слот бар тек қана, и квартира алсам 2 болады. И мен 180 мыңға осыны аламын. Мінекей 180 мыңға алдық. Енді қазір сразу улучшение жасап қойайық. И семьяға қосып жіберейік. Бұны дейтін, так, семьяға қосамыз. И выход деп шығу үшін мен бірінші улучшение жасап қоямын. И все, достар, енді қазір Нескиға барып, смело манағы Cherokee көлігін алайық. Ерса деген заман маған ақшалай көмек беріп жатыр автопарк алуға. Міне 200 мың рублей қосты, міне. И қазір фамның складында да тағы 100 мың рублей жатыр еді. И соны да алайық қазір дейтін. Так, 100 мыңды шешіп алайық. Все, біз шештік. Енді біздің қолымызда уже 765 мың рублей болды. Мен өзімнің питбайкымды семьяға қосып қойын, кладоискатель жұмысына керек болып қалар балдарға. Енді мына жақта біз манағы Cherokee көлігін алатын боламыз. Осы көк түсін ала берек, достар, әдемі көрінеді семьяның цветінде. И все, достар, міне семьядағы ең бірінші автокөлікті алдық. И мен екінші машинаны алайын деп жатырмын. Семьядағы балдардан 200 мың қарызға сұрап алған болатынмын. Менде қазір 520 мың. И Audi 100 көлігін давайте банағыдай көк цветін алайық. 520 мыңға. Далее, и все, достар, алдық. Вы потратили 520 мың рублей. Достар, сенесіңдер ма, сенбейсіңдер ма, маған BMW X7 көлігін подарить етейін деп жатыр. Осы Ракия Трау дейтін семьядағы бір бала маған осы BMW X7 көлігін подарить етеді қазір. Мінекей жазға обмен жасайын деп жатырмыз, без доплаты. Так, и все, достар, бой, достар, кәдімгідей в шоке болып жатырмын. Ё-моё, Ракия Трау, осы видеоны көріп отырсаң саған от души. Ма, достар, скоро осы көлікті сатып тастайық, и смело дерзкі автокөліктер алсақ болады семьяға. Достар, бұрын соңды осында номер көрдіңдер ма, комментарияға жазып кетіңдер. 888 88 бұл ешқандай да тест сервері емес, өзі кәдімгідей донат салып алған. Примерно бұл номер 5 мың рублей тұрады. Муслим Ханов деген менің подписчигім маған осындай симкалар подаркеге беріп жатыр. Ё-моё, блатной симкалар, кәдімгідей бұларды сатсаң бәленбай ақша болады. Муслим Ханов, осы видеоны көріп отырсаң саған от души. Манағы BMW X7 көлігі мінекей 6 миллион 500-ге сатайын деп жатырмын. Міне бір мажорға сататын боламын, строительный компаниясы бар. И клең бомждар, 6 миллион 4 миллион предлагать етті ғой. Ну, достар, міне 6 миллион 500-ге удачен сатып жердік. Бұны гослетету 5 миллион 200 мың болды. Міне уже 6 миллион 500 мың қолда. Средний автосалонға келдім, достар. Енді осы жақтан мен BMW E34 көлігін алатын боламын. Так, ішіне кіреміз, манағыдай көк түсетін алатын боламыз. Мінекей 8 штука қалыпты. Ну, осы көк түсін давайте алдық, достар, 600 мыңға. Ну, достар, қазір тағы да бір машиналарды қарап жіберек, семьяға нормальный машиналар болса алатын боламыз. Средний салонда вообще дым машина таппадым, бәрі қымбат екен. И мен авторингтан осы көлікті алатын боламын. Camry 55 1 миллион 300 мыңға удачно алып кеттік. Семьяға Каракинодан дом алайын деп жатырмын. Мінекей Вика дейтін бір адамнан. Но мен дейтін манағы Леткаринодағы квартираны берем, и үстіне 2 миллион 400 мың доплата қосатын боламыз. Мінекей ол маған қазір лақтырады. Күтеміз, достар, 2 миллион 400 мың вы доплачиваете. Так, енді вы обменяйте 31-25, да, дұрыс қода. Все, барлығы дұрыс, и обмен, достар, қабылдаймыз. И все, достар, удачно алып кеттік бұл домды да. Ё-моё, кәдімгідей территориясы аюан ғой.
ұнады маған бұл семьяға дерзкий дом деп ойлаймын. Мына жаққа дерзкий машиналарды қоямыз скоро. И кладоискательге де былай жап-жақын екен. И вышкаға да тоже жақын. Фуловый монстр трак Чирокиді қазір мен 650 мыңға алатын боламын достар. Еба дерзкий кәдімгідей жаман қуанып тұрмын. Бұны семьяға алып қоятын боламыз. Манаға Чирокиді сатып жібереміз. Оның орнына осы Чирокиді қосып қоятын боламыз. Мінекей жазға мен де қабылдадым. Все, смело бұны семьяға қосып қоямыз. Манаға Чирокиді мен 340 мыңға саттым. Мінекей мен бұны автосалоннан 450 мыңға алған болатынмын, минус 110 мың рублей. Семьяға тағы да бір плюс машина, әрине бұл BMW E38 900 мыңға спорт прошивкасы бар. 900 мыңға удачно алып кеттік, прям дейтін, бұл ГОС дейтін 950 мың и спорт прошивкасы бар. Бағана Мусеймханов деген менің подписчигім симкалар берген болатын, соның екеуін қазір мен 350 мыңға сатып жатырмын. Мінекей подтвердить. И все, достар, 350 мыңға удачно сатып кеттік. Қалай ойлайсыңдар, нормальный цена ма бұл новый серверде? Комментарияға жазып кетіңдер. Достар, все, мен барлығын реттеп болдым. Барлық машиналарды көк түске бояп қойған болатынмын. Және мінекей көріп тұрсыңдар, стройда балаларым тұр семьядағы. И Каракинодағы домыма келсеңдер болады. Чатқа ФХ 3125 деп жазасыңдар, и сендерге осы жерге метка қойылады. Осы жерге келіп менің балдарым семьяға қошы десеңдер қосатын болады. Ну достар, мінекей 77 адам болды уже, и репутация 3000 достар. Ну достар, уже кеше ғана басталды, четверг болды кеше, и бүгін пятница, уже топ-2 алдық біз дейтін. Ну скоро дальше больше кете беретін боламыз, но бірақ топ-1-ге шанс жоқ. Ну мінекей Cherokee E38, Audi, Toyota Camry 55, BMW E34 көліктері бар семьяда. Ну сендерді осы семьяда күтетін боламын барлықтарыңды. Описаниядағы ВК-ма немесе ойында отсыңдар 73-73 деген менің симкама звондасаңдар болады. Мен сендерді семьяға қосатын боламын.